Қазақтың рәміздер жағырапиясы. Белгілі бір сөз заманға, белгілі бір оқиғаға сай рәмізге айналады. Сол сияқты жер су атауларының, яғни топонимдердің жағырапиялық нысаналардың ауыспалы мағынаға ие болып кетуі де жиі кездесетін жайт. Жердің аты адам баласының жеке өмірінде, қоғам өмірі мен ел тарихында жақсылы жаманды оқиғалармен байланысып жатады. Мәселен, Алматы қаласы біреудің туған мекені, екіншісінің балалық шақ куәсі, үшіншісінің студенттік жылдарының өткен жері. Ендеше осы үш адам ішінде Алматы сөзінің мәні орны ерекше болмақ. Ал күллі қазақ үшінші. Ең алдымен елдің қазіргі мегаполисі, апорт алмасы осы қаланың рәмізі болса, бұл қала бүгінгі Қазақстанның рәмізі. Мұражайда біз қазақтарға Қазақтың рәміздер жағырапиясына қатысты бірнеше киелі жер су аттарының сипаттамасын келтіреміз. Дала. Жағырапиялық әдебиетте мағыналық ауқымы тар болғанымен, қазақ ұлты үшін мәні өте кең әмбебап ұғым. Дала Қазақстан атауының негізгі синонимі. Дала жер тарабы. Еуразиялық классикалық көшпелілер өркениетінің, мәдениетінің алтын бесігі, киелі ошағы. Ал қазақтар сол өркениеттің қара шаңырағының иесі, мұрагері. Сондықтан да дала халық үшін тек жағырапиялық аталым ғана емес, пәлсапалық, саяси, мәдениеттанымдық ұғым. Ең бастысы этнопсихологиялық категория. Еділ жайық. Қазақстанның батыс өңіріндегі өзендер. Қазақ ноғай әфсанелік әдебиетінде кеңінен қолданылған егіз топоним. Үнемі қосарланып айтылатын қос өзен ноғайлы дәуірінің оқиғаларымен, Махамбет Исатай көтерілісімен тығыз байланысты. Иран бағы. Қазақ тілінде араб-парсы поэзиясы арқылы келген қияли мекеннің атауы. Әлем тарихында дүниенің жеті кереметінің бірі саналған Бабылдағы Шаммураматтың аспалы бағы осы Иран бақтың прообразы болуы мүмкін. Рәміздік мәнінде Иран бағы бұл жер бетіндегі жұмақ, рахат өмірдің мекені. Итжеккен. Еуразиялық тундра мен тайганың, сондай-ақ Сібір мен Шығыстың қазақша бейнелік атауы. Қай кезде шыққаны беймәлім болғанымен, 19 ғасырдың екінші бөлігінен бастап өзінің белгілі рәміздік мағынасына ие болды. Итжеккен қазақ үшін қысы суық, адам еріксіз айдалып апарылатын мекен. Империялық Ресейдің кезінде халықтар түрмесі атанған Сібір мен Қиыр Шығысты мыңдаған қазақтар да көрді. Сондықтан да Итжеккен халық санасында еріксіздіктің, дәрменсіздік пен үрейдің рәмізі болып қала бермек. Барса келмес. Қазақстанда осы аттас Сорда аралда бар. Сондай-ақ ертегілерде бұл жер атауы жиі ұшырасады. Барса келмес өмір сүруге мүмкін болмайтын адам өміріне қауіпті немесе алыста орналасқан жерлердің жалпы образдық баламасы. Күнделікті тілімізде алысқа, ұзақ сапарға кеткен адамды әзілдеп, барса келмеске кетті дейтініміз сондықтан. Күлтөбе. Ташкент қаласы маңындағы тарихи жер. Қазақта Күлтөбенің басында күнде жиын деген тіркес сақталған. Бұл төбе 17 ғасырда Тәуке хан заманында мемлекеттік мәселелерді шешуде жиі басқосулар өткізіліп тұратындықтан тілімізде сақталып қалған. Ал қазір белгілі бір жерде жиын не той отырыстар жиі өткізілсе, осы Күлтөбенің басында күн жиын тіркесі ирониялық мәнде қолданыла береді. Қазығұрт. Шымкент қаласының оңтүстік жағындағы тау. Дәл осындай атауға жезқазған облысы Жаңарқа ауданындағы бір тауда ие болған. Қазығұрт жұртшылыққа кең танымал топоним. Қазығұрттың басында кеме қалған, ол әулие болмаса неге қалған, жетім бота үстінде жатып қалып, ойсыл қара жануар содан қалған. Бүкіл Еуразия халықтарына таныс Топан су аңызының қазақша нұсқасында Қазығұрт Нұх пайғамбардың кемесінің келіп тірелген тауы болып есептелінеді. Мұның өзі дала мәдениетінің басқалармен терезесі тең мәдениет екендігін көрсете алатын рәміздігін дәлелдейді. Қазығұрт Қазақстанның аса киелі саналатын жерлерінің бірі. Түркістан. Бұл қаланың дала тарихының соңғы ғасырларындағы орны ерекше, үлкен аймақтың меккесі болған. Көп уақыт Қазақ хандығының астанасы болған бұл қала Орталық Азияның исламдық рәмізі болып табылады. Ал жалпы Түркістан атауының өзі тілі мен тегі туыс, тағдыры бір халықтарды бірлікке шақыратын байрақ сияқты. Үш қиян. Батыс Қазақстан өлкесінің поэтикалық атауы. Еділдің бойы қанды қиян, Жайықтың бойы майлы қиян, Маңғыстаудың бойы шаңды қиян. Адыра қалқыр үш қиян. Үш қиянның ара бойынан жеті жұрт кетіп, жол салған. Мұрат Мөңкеұлы. Бұл атаудың шығу уақыты ноғайлы дәуіріне кетеді.
Қырымның 40 батыры жырлар циклінде бұл атау жиі кездесіп, кейін қазақ ақындарының арасында қолданысқа ие болған. Үш қиян тек жер асты ғана емес, ол сол жер үшін шайқасқан батырлықтың рәмізі. Ұлы жібек жолы біздің дәуірімізден бұрынғы 2 ғасырдан басталып 15 ғасырдай өмір сүрген трансеуразиялық тасымал көлік жолдарының жүйесі. Осы жолдың гүлденуі өркендеуі дала өркениетінің дәуірлеген жағына сәйкес келеді. Ал оның құлдырауы да осы даланың 16-20 ғасырлардағы әлсіреуіне сай. 20 ғасырдың аяғында қазақ елінің тәуелсіздік алуымен батыс пен шығыс арасындағы құрлық жолдар жүйесінің қайта жандана бастауының бір кезеңде болуы да осы Ұлы жібек жолы даланың жаңа мүмкіндіктері үшін аса маңызды нышан белгі бергендей. Жібек жолы тек сауда жолы емес, мәдениет пен ақпарат алмасу ағыны, қазақ халқының адамзат қауымына қайта кіруі де. Степлак, Карлаг, Алжир сияқты аты шулы жағырапиялық тарихи атау осы дала лагері. Патша заманында да, кеңес дәуірінде де Қазақстан қазақ ішінде, басқалар ішінде құлыпсыз түрме болды. Егер бұрынғы КСР ГУЛАГ архипелагы болса, қазақ жері түгелдей Степлак дәуірінің рәмізі ретінде аталынады.